Сәлем қазақ елі. Сіздермен Каз кино арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге Уроки фарси атты фильмді қысқаша мазмұндап беремін. Сіз бір сөз үшін өлуге дайынсыз ба? Ал егер сол сөзді өзіңіз ойлап тапсаңыз ше? 1942 жыл. Германия. Жүк көлігіндегі еврейлердің арасында Жил есімді жігіт бар. Ол өлімнен құтылу үшін өзін парсымын деп таныстырады. Оның қолында жалғыз ғана парсы кітабы бар. Бірақ ол бірде-бір парсы сөзін білмейді. Оның тағдыры енді бір үлкен өтірікке байланысты. Лагерь аспазы офицер Клаус Кох соғыстан кейін Тегеранға барып мейрамхана ашуды армандайды. Оған парсы тілін үйрететін адам керек. Жил Кохтың алдына келеді. Офицер оған қатал шарт қояды. Егер сен маған тіл үйретсең, тірі қаласың. Егер алдасаң, өлесің. Жил келісуге мәжбүр. Ойын басталды. Жил күн сайын жаңа сөздер ойлап табуы керек. Бірақ есте сақтау қабілеті шектеулі.